Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен муравейник дайындайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындаңыздар. Ең алдымен ерітілген сары майдың үстіне қаймақты қосамыз. Сары май қатты ыстық болмауы керек, бөлме температурасында болғаны дұрыс. Оның үстіне қантты қосамыз. Бұл жерде 4 ас қасық қант бар. Қантты дәміне қарай қоссаңыздар да болады. Барлығын жақсылап қасықпен араластырып аламыз. Массамызды жақсылап араластырып алған соң, оның үстіне ұнды біртіндеп қосып, жұмсақ қамыр дайындаймыз. Осымен біз қамырымызды дайындап алдық. Дайын болған қамырды 2 бөлікке бөлеміз. Осы 2 бөлікте де алып, оны мұздатқышқа 1 сағатқа салып қоямыз. Мұздатылған қамырымызды алдық, енді оны үккіштен өткізетін боламыз. Қамырымыздың формасы қатты болу керек, үккіштен өтетіндей. Форманың бетіне пергамент қағазын төсеп, үккіштің ең үлкен бөлігінен қамырды осылай өткізіп шығамыз. Формамыздың бетіне қамыр жабысып қалмас үшін пергаментті қағазды міндетті түрде қолданыңыздар. Бұл қамырдың бірінші бөлігі, екінші бөлігінде осылай жеке бөліп пісіріп аламыз. Міне біздің қамырымыз 20 минуттың ішінде жақсылап пісіп шықты. Осылай үгетіліп тұруы керек қамырымыз. Енді муравейниктің кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге бөлме температурасындағы сары май керек. Оның үстіне сахарная пудраны қосып, екеуін араластырып аламыз. Сары майды араластырып алған соң, оның үстіне вареная сгущенканы қосамыз. Енді барлығын біріктіріп, жақсылап миксерлеп аламыз. Кремді дайындап алдық. Енді біз муравейниктің қамырымен оны біріктіруіміз керек. Ол үшін осылай қолымызбен жақсылап үгітіп аламыз. Барлығын осылай үгітіп дайындап алған соң, оның үстіне кремді қосып, екеуін жақсылап араластырамыз. Кремімізді толықтай араластырып алдық. Енді оны осындай кішкентай стаканға салып, формасын шығарамыз. Осылай муравейнигімізді дайындап аламыз. Енді оның бетіне шоколадты ерітіп құямыз. Өз қалауларыңызша бетіне сахарная пудра немесе мак сепсеңіздер болады. Осымен біздің муравейнигіміз толықтай дайын болды. Енді оны дастарханға ұсынсақ болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап, ауыз тиіңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын!